Сәттілік пен достық әрқашан бізбен бірге, бақыт пен байлық біздің тағдырымыз. Ғажайып кеш, нағыз жеңімпаздар, нағыз көшбасшылар, ұлы да дарада данышпан қаһарман батырлар, өз өмірінің, өз әлемінің қожайындары, патшайымдары, ең керемет жандар. Енді міне сабағымыз басталды. Бүгін екінші сабақ. Күлкі сабағын кеше өттік, таныстыруды өттік. Неге керек, не үшін керек? Бұл әлемде сізді кім өзгертеді, не өзгертеді, не үшін жүрсіз? Міне бізде бәрімізде сұрақ болды, өзімізде сұрақ болды. Неғып жүрмін? Неге энергиям жоқ? Неге шаршап жүрмін? Өмір осымен бітті ма? Не болып кетті деген сұрақтар бізде көп болды. Барымыз әлі де сұрақ бар. Әлі де сұрақ бар. Денсаулығым неге нашар? Қайтып емделем, қайтып жасалам деп. О, Марал ханым, қуаныштымыз, молодец, ура. Сондықтан сол сұрақтарға жауаптың бәрін осы жерден табасыздар. Бірінші өздеріңізді табасыздар. Біз бәріміз әлемді өзгерткіміз келеді. Біреудің өмірін өзгерткіміз келеді, баланың өмірін өзгерткіміз келеді, әлемді жақсартқымыз келеді, Қазақстанды өзгерткіміз келеді, әйтеуір бірдеңе өзгерткіміз келеді, бірақ өзімізді емес. Оказывается, наоборот екен. Бірінші өзіңізді өзгертеді екенсіз. Әлеміңізді өзгертесіз. Ғажайып кез, иә. Әлемді өзгертеді. Содан кейін барып әлем өзгереді екен. Басқалар өзгереді екен. Бала-шаға өзгереді екен. Жағдайымыз өзгереді екен. Денсаулығымыз өзгереді екен. Барлығы бізден басталады екен. Барлық нәрсе. Біз біреуді отношение деп біреуден іздейміз. Отношениені қалаймыз. Неге мені жақсы көрмейді? Неге мені сыйламайды деген сұрақтар да көп та. Ал өзімізді ұмытып кеткенбіз. Сол өзіміз бірінші бастауымыз керек. Қандай қадам болса да, қандай не болса да, біреу ренжісе, бірінші өзіміз кешірім сұрауымыз керек. Бірінші отношение өзімізден бастауымыз керек. Бірінші қадамды өзіміз жасамасақ, ешқайда жете алмайсыз. Магазинге барсаңыз да бірінші қадамды бастап жасайсыз ғой, жүріп барасыз әйтеуір. Да? Сіз жүрмесеңіз магазин өзі келмейді ғой сізге. Солай бірдеңеге барсаңыз да, алғыңыз келсе де тұрып барып аласыз. Сол сияқты адамдарға да отношение керек болса, бірінші барып араласыңыз, бірінші барып сөйлесіңіз, бірінші барып оны жақсы көріңіз, оны сыйлайыңыз. Ол кезде ол сізді сыйлайды, сізді жақсы көретін болады. Әлемге сол. Әлемге қандай ой жібересіз, қандай отношение жібересіз, әлем сізге солай жауап береді. Егер ойыңызда жамандық жүрсе, әлем сізге жамандықты көбейтеді. Өздеріңіз былай тексерсеңіз де болады. Қазір үйде отырып, тек қана бір қызыл нәрсені іздеңізші. Қызылды ғана көресіз, қалған нәрсені көрмейсіз. Қаншау қызыл десе санап шығасыз да, қандай басқа свет көрген жоқ. Или көшедегі бір нәрседен қызықсаңыз, сол нәрсе постоянно сізге көрінеді. Неге? Сіз оймен тартып жүрсіз. Сондай нәрсе көбейеді. Сол сияқты әлемде де солай. Әлемде де солай. Сіз не ойлайсыз, сол сізде болады. Не қалайсыз, сол сізде жасалады. Бірақ көбіне бізде қорқыныш, күмән, бірдеңені армандай салып, артынан күмәнданеміз. Бола ма, ақша жоқ, туысқан жоқ, таныс жоқ, жете алмаймын ғой деп сразу тастап тастайды. Өйткені адам өзіне сенбейді. Бізді әбден үйреткен өкімет. Анаған сену, мынаған сену, бірақ өзіне сену емес. Бір жерге бірдеңе шешуге баратсаң, обязательно таныс іздейміз. Ақшасын беріп біреуге шешіп берші деп жалынып жүреміз. Өзіміз сеніп барсақ шешілетін нәрсе оп-оңай. Ол да сіз сияқты адам ғой. Онда таныс жоқ, сізден ақша алады, ақша беріп тұрсыз, шешіп салады. Жарты ақша сізде өзінде қалады. Ол екі есе айтады. Ол да сіз сияқты адам, ол да соны танымайтын нәрсе, барады да просто танысады да шешіп бере сал дейді. Анау да адам, оған да ақша керек, нан керек, тамақ керек. Оған сіз прәмеу берсеңіз де болады. Или вообще ештеңесіз, шешіліп тұрған нәрсе, просто барасыз да істей бересіз. Бітті. Соны
осы сабақтарда үйренеміз. Өмір сүруді қалай болуды, қалай не болу. Сол үшін бұл супержамп қазіргі әлемге жаңа келіп жатқан, мына қазірдің тілімен айтқанда тренд дейді. Тренд. Өте адамдардың өмірін жақсы жаққа өзгертетін, бақытты қылатын, бай, қуатты қылатын 8 тренд жаттығу. Өте күшті. Өте керемет. Сіздердің өмірлеріңізді сізден басқа ешкім өзгерте алмайды. Осыны естеріңізге сақтаңыздар. Сізден басқа сізді ешкім өзгерте алмайды. Ешкім бақытты қыла алмайды, ешкім бай қыла алмайды, ешкім қуатты қыла алмайды. Только өзіңіз жасайсыз. Баяғы заман өтіп кетті, түгел кетті. Оның бәрін ұмытыңыздар. Бәрін ұмытыңыздар. Ол жоқ. Ол кездегі ештеңені қалдырмаңыздар мида. Вообще ұмытыңыздар. Сіз қазір осында өмір сүріп үйреніңіздер. Келешекте не боларын білмейсіздер, келешекті бүгінмен жасайсыздар. Бүгін қазір не ойлайсыз, не айтасыз, не істейсіз, сол ақырын келешегіңізді құрайды. Осы сабақтарда соны қайталап жүріп үйренетін боласыздар. Ал өткен өмірде қайталамай қойыңыздар. Керек жоқ. Ол кез болып кетті, бірақ ойлай берсеңіздер қайтып айланып келе береді. Сондықтан тастайық баяғы атам заманда өтіп кеткен заман, кеткен жастық шақ, бәрі кетті да, бәрі кетті. Ол бұл қайтып ұшып бара алмайсыз жаққа, ешқашан. Бірақ осы өмірден өтіп кеткеннен кейін келесіде қайттан келесіз, осыны қайтадан жасайсыз. Егер осы миссияңызды өтпесеңіз, келесі жол қайтадан жасайсыз. Осы миссияңызда ит сияқты өмір сүрсеңіз, келесі өмірде ит болып келеді екенсіз. Осы өмірде бақытты қазір әлде кеш емес, әлде түсе аласыз бәрін. Осы кезінде қазір бақытқа батып мықты өтсеңіз, келесі жол сіз патша болып келесіз. Патшайым болып келесіз. Бай, керемет адам болып келесіз. Өйткені сіз өзіңіздің миссияңыздың өтетін жеріне өттіңіз. Түсінесіздер ме? Сіздер жансыздар. Бұл дене сіздерге арендаға берілген нәрсе. Осы өмірде миссияңызды орындауға келіп отырсыздар. Уақытша өмір деген сол. Бірақ сізге байланысты қанша жүруге, қанша өмір сүруге, қалай өмір сүруге сіз ғана шешім қабылдап істей аласыз. Сіз 250 жыл жасағыңыз келе ме? Жасайсыз, болады. Егерде Алла тағала сіздің барлық ойыңызды жасаса, қалауыңызды істесе, неге қаламасқа? Неге бақытты өмірді қаламасқа? Неге ұшып жүрмеске? Неге мықты болмасқа? Неге ұзақ өмір сүрмеске? Неге қорқамыз? Неден қорқамыз? Так что бүгіннен бастап батыр болыңыздар. Батыр, тексеріңіздер. Мен сияқты, мен кешке шейін не жасаймын? Эксперимент жасаймын соның бәрін. Осы дұрыс па екен? Көрейінші деймін. Істелет. Онда дұрыс қой, неге мен? Егер мен ойым жасалса, сөйлеген сөзім істелсе, неге мен жақсы ойламасқа, жақсы айта бермеске? Ешқашан бір күнде, 10 күнде істелмейді. 10 күннің ішінде сіздің баяғы армандарыңыз орындалады. Баяғы жете алмай жүрген жетістіктеріңізге жетесіздер, оған гарантия беремін. Ал одан ары тоқтатпасаңыздар, уже қоя бересіздер, мақсаттар жете бересіздер. Тоқтатпасаңыздар. Қорқыныш жоқ. Ол елес, жай ғана елес. Ол мидың тоқтай тұр, мен түсінбеймін деген нәрсесі. Қорқынышты ұмытыңыздар. Жоқ бұл әлемде. Ол жай ми түсінбейді екен. Түсінбеймін, мен ол жерде қорқыныш бар, мен түсінбеймін оны деген. Тоқтай тұр.
Біз оны қорқыныш қылып аламыз. Содан кейін елестетеміз да, елес не болады? Қос көрінеді бізге. Содан қорқып жүреміз. Ол мидың эгосы. Эго деген біздің миымыз. Оған ойыншық керек, ойнау керек, қорқыту керек. Бір нәрсен проблеманы тауып алады да соны шешу керек. Оған қызық өмір керек екен да. Ал сіз жансыз. Сізде бәрі бар. Сізде энергия да бар. Сізде ұзақ өмір де бар. Сізде уақытыңыз жетеді. Миллиард лет өмір сүре аласыз. Оп-оңай. Сондықтан сіз бұрынғы алған тәрбиеңізді жойыңыздар. Оның бәрі бізге правила құйған. Правиланы не үшін құрады? Правиланы оны бұзу үшін құрады. Бұзып алып, өз правилаңызды құру үшін құрады. Ал бірақ Алла тағаланың заңдылығы бар. Ол заң бұзылмайды енді ол. Ол махаббат, мейірім, алғыс. Өмір күліп жүру. Болды. Басқа заң жоқ. Ешкімді алдамау, жамандық жасамау, жамандық ойламау, жамандық айтпай, бәріне махаббат, мейірім, алғыс. От сіздің өмір осы үшеуінен тұрады. Басқаның керегі жоқ. Ақша сіздердің любой мақсатыңыздың материалы. Ақшаны сөйтіп ойласаңыздар, көп келеді. Ең мақсатыңыз орындау. Бір нәрсеге, бір жолға, бір-ақ жол тауып алыңыз, соған түсіп алыңыз. Сондықтан бүгін біздің сабағымыз өз ойымның қожайын деген сабақ болады. Оған дейін біз көңіл көтеруіміз керек. Көңілді жүруіміз керек. Махаббат болсын, бақытты болсын. Неден басталады? Барлығы күлкіден, күліп жүруден. Жамандық ойламай, жақсылық ойлап, тек қана аржиып жүрсеңіз де жетеді. Кәмшат ханым да келіп қалды. Қуаныштымын. Сондықтан біздің бүгінгі сабағымыз күлкіге арналады. Күлкі қалай болады? Не істедіңіздер? Қалай күлдіңіздер бүгін? Сағат 1-ге де аштық. Марал ханым, потом шығасыз. Қоңырау күтеді сізді. Шыдаңыз. Сізге важно қоңырау емес, важно осы білімдер. Сіздің өміріңізді өзгертетін, жақсылыққа жеткізетін осы ғана білім. Сол үшін не істейміз? Постоянно күліп жүреміз. Күліп жүреміз, күліп жүреміз. Мен көп адамдардан естідім да, бірақ өзім түсінгем жоқ. Неге? Неге дейді да? Күліп жүресің. Неге? Менде қорқыныш болса, проблемам болса, жындым ба? Немене күлем? Жындысың ба мен? Неме жетісіп күлем дейін да? Сонан кейін, қойшы тексерейін. Көрейінші, күліп жүр деді ғой. Жүрсең өзгересің, жүрсең жақсы боласың деді ғой. Істей салсам немім кетеді? Көрейінші, осын тексерейін. Екі езуімді жібергем жоқ. Бір жаққа шықсам да аржиып барам. Мәз ол. Бір жаққа бара жатсам да күліп алып барам. Шықсам да күлем. Істей бердім, жасай бердім. Барған жерде бәрі шешіле берді өзінен өзі. Жасала берді. Денсаулығым жақсарып жатыр. Неге? Өйткені мен бақыттымын. Күліп жүрген адам бақытты екен. Тамаша екен. Бірдеңе келсе, бірінші күлем. Қойшы өзі, шешіледі бірдеңесі. Табылады, шешіледі. Оңай. Өйткені біздің өмірімізге келген нәрсенің бәрі уақытша екен. Уақытша. Любой проблема уақытша. Любой нәрсе уақытша. Соғыс келсе де уақытша. Артынан тоқтайды. Сол үшін не істейсіз? Күліп қана жүресіз. Күліп, қарқылдап тұрып күле бересіз. Банк қысып жатыр ма? Күле беріңіз. Кредиттеп жау шауып, күле беріңіз. Сізді құтқарады любой жерден. Бірінші мақсат қоясыз. 250 жыл өмір сүрем деген. Болды. Ол Алла тағаланың құлағына ілінеді.
Алла тағала сізге періштелерін жібереді. Осыны 250 жасқа жеткізесің. Қорғайсың, қоршайсың, бәр нәрседен сақтайсың. Бірақ сынақтарды бересің. Өту керек. 250 жасқа жету үшін бәрінен өту керек. Любой оқуға барсаңыз да, басқа жерге жұмысқа барсаңыз да, бірінші тесттен өтесіздер. Тест. Любой жерде, барлық жерде, өмірде де солай. Мақсатқа жету үшін сол тесттен өтесіз. Құлатады, жығады, жылатады, ауыртады. Шыдайсыз ба? Тоқтамайсыз ба? Онда мә деп сізге наградасын береді. Бүткіл наградасын береді. Сразу байып шыға келесіздер. Қайсы адам сразу жетті деп ойлайсыз? Ешкім өмірі оп-оңай жеткен жоқ. Барлығының, мен нелерін оқып шықтым, миллиардерлердің де барлығын. Даже біздің мынау Димаш Құдайбергеннің өзінің өмірін қарасаңыздар. 5 жасынан бастап бір мақсат. Ән айтам, әлемге әйгілі болам. Тоқтатқан жоқ, қанша жерден жамандық естіді, қаншама жерге қабылдаған жоқ, қаншама жерден отказ берді, барлығына тоқтаған жоқ. Ақыры не болды? Бүткіл әлемге әйгілі, ең мықты, теңдесі жоқ әнші болды. Сізде сол әлемдегі номері бірінші жеңімпазсыздар. Номері бірінші патшайымсыздар. Сіздердің әлемдеріңіз бөлек. Ешкімге ұқсамайтын әлем сізде. Қараңыздар, көздеріңіз жұмсаңыздар, ештеңе жоқ. Да? Ашсаңыздар, бәрі бар ма? Егер сіз тірі болсаңыз, әлем сіздікі. Сіз жоқ болсаңыз, әлемде жоқ қой, ештеңе жоқ қой. Сол үшін неге бақыт жүрмеске? Неге күліп, оп-оңай өмір сүрмеске? Мен өзіме кешейін айта бердім. Өмір сүру оңай, бақытты болу оңай, бай болу оңай, бәрі оңай. Айта бердім. Ми қиындықтарды алып тастады. Өзі алып тастайды, өзі түзейді, өзі жақсартады. Алла тағала оңай жолдарды береді. Оңай жерлерді көрсетеді. Өзі есіктерін ашып, өзі кіргізіп, өзі сапарамызды айтады. Оған дейін біраз қиындық болуы мүмкін. Өйткені көп адам келді, бір жетінің ішінде өзгеріс көрді, энергияны көтеріп алды да кетіп қалды. Ояққа барып қиналып, бірақ қайтып кетті. Өйткені жолдан адасып кетті ала. Сол үшін осы жерде өз жолдарыңызды табасыздар. Сол жолға түскенде ішінде бәрі болады. Главный сіздерге энергия керек. Энергияны неден көтереміз? Энергияны бірінші күлкіден көтереміз. Не деген күшті десеңші, мен өзім энергиям қазір көтеріп рахаттанып отырмын. Неге? Өйткені мен күлемін. Күліп жүріп ұзақ өмір сүремін. Күлемін, бақытты өмір сүремін деп айта берем. Ми қайталағанды жақсы жасайды. Біріншілер сізбен алысады. Мынау жынды, бұл жерде жындысың ба, не болды дейді. Қой, мынау деген бірдеңе істеп жатыр, бірдеңе айтып жатыр, ақылға сыймайды деп ми қашады. Өйткені оған түсінік келген жоқ әлі. Ал сіздер 4 сабақ шыдасаңыздар, түсінік келеді миға. Ми түсінеді. Мынау жақсы жер екен ғой. Давай бірге күлейік, давай бірге осында өзің ойымыз түзейік. Миға қожайын болыңыздар. Ми жақсы жұмыскер. Айтқаныңыздың барлығын жасайды. Миллиардер болам десеңіз, болғызады, жасайды. Миллиардерден триллионер болам десеңіз, олған да апарады. Ми мықты, ми күшті, бірақ жалқау. Ол қорқпайды, істейді, бірақ түсінбейтін жерде тоқта дейді. Оны біз қорқыныш дейміз.
Сондықтан мыйға түсінік бересіздер. Жоқ, о жерде мен өсемін. О жерде мен мықты боламын. Маған осы керек деп түсінік берсеңіз, ми, онда да байлабай алайық дейді. Так что мыйға білім көп керек. Ол білгенін істейді, сондықтан жақсы білім құйсаңыз, сол жақсы білімді жасап өсіреді. Сіздерде энергия көп, тоқтамайды, ешқашан бітпейді. Бірақ тесік шелек сияқты ағып жатыр. Неге? Вниманияларыңыз әр жақта. Көңілдеріңіз әр жақта, қорқынышта, күмәнда, реніште, жаңағы басқа нәрседе. Аурумен алысасыздар, алыспаңыздар аурумен. Ауруға көрермен боп қарап отырыңыздар. Не істеп, неге кепті бұл? Не істейді екен? Не ағып жүр екен? Аты кім екен? Егер сіздер мына мида неше түрлі ауруды білсеңіздер, ол соны сізге ауыртып жасайды, білетін істейді. Мен аурудың аттарын да білмеймін. Оған қандай дәрі ішетінін де білмеймін. Мен қантпен ауырдым, соны білемін, басқаны білмеймін. Түсінбеймін. Қант жоғалып кетті енді. Жоқ қылдым. Өйткені оны қабылдаған жоқ. Нені қабылдайсыз, сол істеледі. Бопты, кепті деді. Не үшін кепті? Не үшін келдің дедім. Неге келдің? Мен неге? Вообще мен ондай емеспін ғой. Неге келдің? Деген сұрақ болды менде. Соған жауап іздегенде маған айтты. Сен помнишь деді. Қарның шығып, қампиып, 100 килограммнан асқанда арттағың келді ғой дейді. Иә, арттағың келді. Фигурамды түсіргім келді. Тезірек жасағым келді. Тезірек жеткім келді. Ал мәсаған қамп деп маған 25 бірақ берді. Не істеді? 40 килограмм бірақ тастадым. Барып болып шыға келдім. От сол түсінік енді келді маған. Содан бері алғыс айтам Алла Тағала. Рахмет, бірақ мен енді арманымды дұрыс армандаймын. Тошын армандаймын. Өйткені ми тошыны жақсы көреді. Егер тошыны бермесеңіз, өзі табады да өстіп істетеді. Сондықтан байқаңыздар. Бір жігіт армандапты, бай болғым келеді. Маған бір чемодан ақша кеп берсе, мықты бала шағама берсем, ой, бақышты бол. Қалай екен айтпаған, бірақ армандай берген. Содан бір күні біреу келеді де страховка жасатқызады. Сөйтіп аварияға түсіп қайтып кетеді. Үйіне бір чемодан ақшаны әкеп береді страховщиктер. Ал қалай? Сондықтан арманды да абайлап армандаңыздар. Іштен армандамаңыздар, бірақ нақты бірдеңені ойлаңыздар, жақсы. Көзге образ жасаңыздар. Миға түсінік беріңіздер. Мынаны мен қалайым, бірақ мына жолмен, мынандай нәрсемен, былай барғанда, былай менің мақсатым мынандай. Сол мақсатыма жетсем болды. Ақшаны армандамаңыздар, мақсатты армандаңыздар. Ал мақсатыңыз дәу болса, көп ақша келеді. Мақсатыңыз кең болса, үлкен ақша келеді. Соған байланысты. Естеріңізді таны. Мен көп оқыдым. 5 жыл тоқтатқан жоқ. 5 жылға дейін ар жағында 4 жыл өткенде 9 жыл болыпты ғой. Оқи бердім. Мидың құралын, ананың несін, қалай келеді, қалайна. Барлық миллиардерлердің айтатыны, біз ақшаны іздеген жоқпыз. Біз мақсатымызды іздедік. Лишь бы адамдарға пайдасы болса екен, жақсы болса екен деп кірістік дейді. Сонда ой не істеді? Ой соны жасады, адам өсті. Сол үшін 8 сабақта қалай мақсат табатындарыңызды үйренесіздер. Оған дейін шыдаңыздар. Оған дейін арман орындалатын, тез орындалатын сабақтар бар. Оны да үйренесіздер. Сол үшін үйреніп біліп алғанда, миға түсінік келгенде сіздердің өмірлеріңіз 180 градусқа өзгере бастайды. Ол үшін бірінші күлкі айттық қой кеше, күлкі жаттығын. Шығыңыздар, жасаңыздар. Сіздердің арттарыңыздан адамдар көп жүгірмейді. Бірақ Алла Тағала әрқашан сынақтар жіберіп, тезірек өзгер дейді. Қиналын тоқтатпайды Алла Тағала. Адам тоқтатып кетеді, тастап кетеді адам. Но Алла Тағала тастамайды.
мақсатыңызға жеткенше неше түрлі нәрсе біледі. Сол үшін постоянно көштен қалмай күл десе күле беріңіздер. Күл десе күле беріңіздер. Күле беріңіздер, күле беріңіздер. Ай, менің жұмысым бар, мен анау. Оның бәрі өтірік. Иллюзия бәрі. Бәрі иллюзия. Өзіңізден бастаңыз, түсінесіз. Бәрі жақсарған кезде түсінесіз. Уақыт адамда море жетеді. Бірақ мидың кесірінен уақыт жоқ. Неге? Үйренген әдеттер бар. Кітап қарамайды ешкім. Барлығы телефон қарайды, кино қарайды, қонаққа барады, біреумен өсек айтады. Уақыт жетеді онда. Неге сонда біреуге бәріне, біреуге бересіз, өзіңізге неге уақыт жоқ? Өйткені әдет болып кеткен. Сол әдетті тоқтатасыз, өзіңізге уақыт табасыз, қарқылдап күле бастайсыз. Сол, тек қана күліңіздерші, күліңіздер. Мен шындықты айтып отырмын. Мен өзімнен өткізгенді айтып отырмын. Өзінде істелген нәрсені айтып отырмын. Бірақ бүткіл әлем соны жасап жатқанын айтып отырмын. Енді сіздер күле бастағанда, сіздердің алдарыңызда кешке шейін күліп жүретін адамдар кездеседі. Өйткені сіз образды өзгерттіңіз ғой. Ал егер қабағын шытып жүрсе, постоянно ұрысқақтар келеді. Жамадан, өйткені ми соны тартады. Қандай түрдесіз, ਜਾਂ қандай қалдесіз, сондай адамдар алып келеді. Бақытты неде болсаңыз, мүсінде бақытты адамдар ғана келеді. Күліп жүрсеңіз, күліп жүрген адамдар келеді. Сізге байланысты тартасыздар. Жаңа айттым ғой, нені іздейсіз, солар көбейеді. Сондықтан көңілдеріңіздің бәрін күлкіге бұрсаңыздар, тек қана бақытты адамдар мен күлетін адамдар жолығатын болады сіздерге. Көңілдеріңіз қайда, өмірлеріңіз сонда болады. Сол үшін бірінші көңілді түзейік. Дұрыс қой? Ал енді сөз берейін. Кім қалай күлді, күндері қалай өтті? Важно. Әр күніңізді, әр сағатыңызды, әр минутыңызды бақылаңыздар. Мен не істеп жүрмін? Мына ой маған керек па? Осы ой мені өзгерте ма? Біреудің өмірін ойлаған маған жақсылық әкеле ма? Маған пайдасы бар ма деген кешке шейін қадағалаңыздар өмірді. Біз жұмыс деп кіреміз, бәрін ұмытамыз, өзімізді ұмытып кетеміз. Өзіңізді қадағалаған сайын жолыңызды түзеп отырасыз. Қисық кетіп барасыз ба? Жоқ, менің жол мынау екен. Менің жол мынау екен. Маған күлу керек екен, маған бақыт жүру керек екен. Бітті, адаспайсыз. Сол кезде сіз жақсы әлемге өтесіз. Сол алғашқы сөзімді өзі бақытты, өзі сұлу, өзі асыл, өзі ардақты, ең керемет жан, ең сұлу жан, патшайымға лайықты патшайым, ханшайымға лайықты ханшайым, әлемін өзгертіп жатқан Шәмшия ханыма бергім келеді. Қандай керемет жан, молодец, ризамын ол кісіге. Саламатсыз, не айтам? Күлгін жасадыңыз, қалай болды өміріңізді? Бүгін күніңіз қалай өтті? Соны ғана айтасыздар. Кеше жаттым ғой мен. Бүгін түргеліп отырмын. Результат осы. Ау. Кеше энергия жоқ, жаттым. Бүгін отырым түргеліп, тып-тік болып. Жақсы. Оянып жатырмын. Алтып. Осының өзі күшті результат қой. Осының өзі. Сіз қайда барсаңыз да бірінші қадамнан жасайсыз ғой, шаттан да. Міне бірінші шағыңыз жасалды. Орныңыздан тұрдыңыз уже. Ертең ұшып жүретін боласыз. Ризамын сізге. Әмин. Ары қартай сіз өзіңіз таңдаған адамға мақтап сөз беріңізші. Үйренейік мақтауды. Өзімді ма? Жоқ, бір адамды таңдайсыз да соған сөз бересіз, мақтап тұр, мен сияқты. Ой, Гүлжанат, әдемі десе әдемі, ой десе ойы бар, бой десе бойы бар. Аузынан ашса күміс төгіледі, көзінен алтын төгіледі, кірпігінің бәрінде жақұт бар. Қақ сұлудың өзі. Нағыз аузы сөйлегенде тамағында қоңырау күмбірлеп тұрады.
Осы кісіге сөз берем. Міне, Міне, Шәмсия ханым, мә қандай керемет. қандай Өзіңіз күшті сондай ақын жақсы апам Жаманнан менің. мұз төгіліп, қарашасы төгіліп тұрады. Өзіңіз сондай жақсы көреді Иығынан екенсіз. су сұраған қарашасы түріне айрықша көрік береді. Ал Гүлжанат, Күшті. Ой, рахмет, Сөйлеңіз. мейір махаббатпен қабылдадым. Естіліп тұр ма дауысым? Тамаша. Иә. иә, естіліп. Міне, кімнің апасы дейсің? Менің апам, ақын апам. Осылай әдемі аузынан жаңағы алтындар, бриллианттар түсіп, маржандар түсіп, осылай мақтайды. Рахмет көп-көп. Өзіңіз де сондайсыз. Сама такая дегендей. Өзіңіз де сондайсыз. Иә, иә. Керемет жансыз, апай, рахмет. Иә. Осындай көргені көп өмірде, білімді, ақылды, талантты апайларымыз көп болсын. Енді мен қазір ой салғаны, кеше мен бір апамның үйінде қондым ғой. Ол кісі күйеуге шықпаған, 70-ке келді, міне 68-де. Сол айтады, осы тыңдап отырып айтады да, маған 10 жыл бұрын айтып еді бір психолог дейді, квантовый скачок жасау керек деп, маған осылардың бәрін айтқан дейді. Бірақ 10 жыл өтіп кетті, менде түк өзгеріс жоқ дейді. Сонда ол кісі байқадым деп қызығып бір тыңдайды да, сенбейді. Ай, деп сенбейді іш нәрсеге. Ай дейді да, бір-ақ күн тыңдайды да, болды, екінші күн тыңдамайды оны. Баяғы өзінің баяғы таз қалпына түсе береді. Содан мен сабақ алайын дедім ше. Мен де бұндай қалып қойғым келмейді. Мысалы, мен қазір 55-темін, 65-ке 10 жылдан кейін тағы да осы күйі отырсам, мен енді не болғаным сонда, мен алған білімім қайда, ақылым қайда менің, миым қайда деймін да, осыншама. Сондықтан мен өзгергім келеді. Жігер мырза, бізді өзгертіңізші. Өзгергім келеді. Жақсы жағына өзгергім келеді. Және оңай, жеңіл жеткім келеді. Бақытты өмірге. Соған сіз үйретсеңіз бізді. Обязательно. Өйткені сіз ортаңызға байланысты. Осы ортадан кетесіз, ана орта сіздің энергияңыз тартып алады, серісқа өтіп кетесіз, оп-оңай жаққа кетті. Миға жеңіл жақ жақсы да, жеңіл жақ, чем ауыр жаққа барған. Оңай жаққа кетіп қалады тез-тез. Өсек айтуға, жамандауға, реск-реске рахаттанып қалады өзі. Мишы, ол сіз ойлайсыз, мен рахаттанып отыр екенмін дейсіз, ол мидікі. Оны жүгендеп алып ұстап аласыз да, осы ортадан шықпайсыз, үйретесіз. Ми үйренгеннен кейін, өскеннен кейін ол қайта төменге түскісі келмейді. Сол үшін өзіңізге инвестиция салып, постоянно білім аласыз. Жаңа басында қиын болады дегеніңіз осы ғой. Иә, өзімізді тәртіпке келтіруіміз керек. 21 күн біз осы сіздің айтып жатқаныңызды күнде орындасақ, біз ары қарай қалыптасып кетеміз, жақсы неге. Міне, түсінік деген. Соны ұстануымыз керек. Қыздар, өмірімізді өзгертем десеңіздер, Алабес, күшті. осы күнде орындайықшы. Күлкіні де орындайық. Жаңағы сосын бүгін Жігер мырза тағы тапсырмалар береді, 8 тапсырманы орындайық. Дұрыс айтасыз. Мен міне бір курс өттім, енді екінші курсқа тағы тыңдағым келіп жатыр. Өткен айттым мен, Жігер мырза, маған жетпейді ол. Мына 8 күн оқыдым, 9 күн оқыдым, мен ұмытып қалдым. Миым қайтадан баяғы қалпына түсейін деп жатыр. Маған тағы сабақ беріңізші дедім да, міне осы курсты ашып алдым. Тоймайды, мен күнде оқи бергім келеді, миымды жөндегім келеді. Сондықтан оқи берейік, оқудан жалықпайық. Мынаны еске сақтаңыздар. Құранда да жазылған. 13-ші сүреде да Алла тағала айтқан дейді да, сен өзгермейінше мен сені өзгерте алмаймын деген. Барлық адам Алла тағаланың қолында өзі біледі дейді да, бірақ Алла тағала сіздің ойдан алып жасайтынын түсінбейді ешкім. Соны түсіндіру керек та, түсіну керек. Менің ойымнан алып жасайтын болса, неге мен жақсы ойламасқа? Неге мен өзімді өзгертпеске? Сіз өзгерту бастаған кезде Алла тағала көмектеседі. Барлық көмегін береді. Түгел жолыңызды ашып береді. Жақсы адамдар жібереді, жақсы нелер жібереді. Солардан үйрене бересіз. Сіз только өзгерісті бастаңызшы. Алла тағала адамдар жібереді әртүрлі. Мысалы, сіздер ізденісте болдыңыздар, сіздерге бізді жіберіп отыр. Осыдан сабақ алшы, осыдан үйренесіз. Болды, басқан керек жоқ деп отыр. Айтпаса адамдар алаған барады, мынаған барады, өзгерген жоқ, сенім кетеді. Ал бізде техникасын беріп, жаңағы жасатып тұрып жібереміз ғой.
көресіздер. Рахмет Гүлжанат ханым. Мен Аха. ары қаратай сөзіңізді беріңіз. Сөз берейін бе? Аха. Өзі сұлу, өзі жас, кімнің жары екен ай дейтіндей біздің ортамызда өте керемет Кәмшат ханым отыр. Патшайымның патшайымы. Біраз күннен бері сағынып қалдық бұл кісіні. Жүзбай мырзаның жұбайы, нағыз біздің қаншайымымыз. Сізге сөз. Ура. Сәлеметсіздер ма? Қалайсыздар? Қалдарыңыз қалай? Жігеріңізді? Мынау сізге Кәмшат ханым. Я алдында сабақтарыңызды тыңдадық, бірақ бір 2 сабаққа қатыса алмай қалдық. Ауызашарда жүрдік, андай-мұндай. Негізінде шынымды айтсам, қаншама біз тренингтарға бәріне қатысып жүрміз ғой. Бір нәрсені дұрыс істеп жатырмыз деп ойлаймыз, бірақ сонда да көп нәрсені дұрыс істемей жатыр екенбіз. Содан кейін сіздің сол өткізген сабағыңыздан көп түйін түйдім. Керек нәрселердің бәрін өзіме алдында жазып алғам. Қазір де жазып жатырмын да. Жазған кезде қалады ғой, сосын қайттан оқуға болады да. Ал енді тыңдап ұмытып қаласың кейде. Анандай өз тірлігіңмен жүресің дағы сол. Негізінде шынымен де өмірімізде көп өзгерістер болып жатыр. Өмірге күліп қара дейді ғой, сонда өмір саған солай күліп қарайды дейді да. Біз кейде ойлаймыз, сол көп нәрселер балаларымыздан или басқа таныстарымызда, жақындарымызда неге олай болып жатыр депші. Сөйтсек соның бәрі сол мида ойдан екен да, өзімізден бастау алады екен. Соны тапсақ, сол кезде сол жанымыздағы адамдарды да өзімізде өзгерте алады екенбіз. Сол өткендері сабақтардан жақсы инсайттар алып, негізі Жігер мырза, сіздің айтқан әрбір сөздеріңіз өте керемет екен негізі. Жақсы әсер етіп жатыр. Әйтпесе Айнұр Тұрсынбаева бәрінде сабағына қатысып жатырмыз ғой. Олар енді көбісінде жаңағы ата-аналарға рахмет айту керек, және де жаңағы өзіңнің тегіңе сол кішкентай кезіңдегі өкпелеріңді түзеу керек дейді да. Негізі шынымен де оған байланысты емес, қазіргі бүгінгі күннен байланысты екенін соны түсініп жатырмын да. Міне. Иә. Дұрыс, ол кісі айтады, дұрыс айтады. Дұрыс. Ол психологтардың баяғы ол нелері сіздің жабылған жараңызды қайтып ашып тастайды ғой. Қайтып ашып тастайды. Содан кейін сіз жүресіз ойға батып. Кешірді ме екен, кешірмеді ме екен, не істеді екен? Жоқ, ұмытыңыздар. Барлық нәрсе кешірілген. Просто бір рет айтып жіберіңіздер, мен кешірдім бәрін. Кешірдім. Бәрін кешірдім. Мен бүгін осындамын, ең бақытты жанмын. Мен бүгін осындамын, ең ғажайып жанмын. Мен бүгін осындамын, қазір, міне. Қазір барсыз. Өткен өтіп кетті. Оның бәрі кешірілген, бәрі болып кеткен нәрсе. Просто памятті өшіріңіздерші сол. Өткен заманыңыздың памятін. Еске алмай қойыңыздаршы. Керек жоқ екен. Бір нәрсе керек. Мына ми білгеннен кейін соны қайталап әкеле береді. Егер сіз бір 5-10 минут отырып, ойды қадағалаңыздаршы, қайда жүр екен? Жастық шағыңызға бір барып келеді, анаққа бір кетіп қалады, мынаққа бір кетіп, қаңғып жүреді ғой, білген істейді. Ал ол соны жөндеп ұстап, ойды қадағаласаңыздар, бүгін соны сабақ болады. Сол кезде бәрі түзеледі, жақсарады. Барлық адам біздің өмірімізге келген адам. Сізді үйретуге келген адамдар. Солардан просто сабақ алыңызда, екінші ұмытыңыздар. Сабағын ғана алыңыздар. Былай жасау керек екен, былай болу керек екен. Бітті. Одан басқа керек жоқ. Сол қуаныштымын, ары қаратай сөз берейік. Енді ең бақытты жан, ең ұлы көшбасшы деп отырмын. Бельгиядан келіп жатқан нағыз патшайым. Бельгиядан келіп жатқан нағыз ханшайым. Қазір бітіресаңыз. Жақсы, күтеміз. Жігер мырза. Телефоным қарамаппын ғой, телефоным өшіп қалды.
Мен қазір осы жерде менің сіңлім кіріп отыр. Кім деген? Гүлшат деген, О, құрбым кіріп отыр, Айжан деген. Әйтеуір кішігірім болсын, білім алсын деп кіргізгем ғой. молодец. Сіздің біліміңіз өте, қазір білім деген өте құнды ғой. Біз қанша оны сатып алып оқыдық, әйтпесе сіз мына жерде оны былай бір долларға өткізіп жатырсыз былай қарағанда. Сондай керемет. Өте қуаныштымын. Сіздермен танысып жатқаныма бәріне рахмет. Ал енді ары қаратай мына жерде Марал деген ханым отыр. Сол кісіге беріңізші. Патшайымның патшайымы, керемет жан, күміс көмей, қымбатты, әдемі ханшайымға сөз кезегін беремін. Марал ханым, қандай Марал мақтау, ханымға. қандай керемет. Марал ханым. Осы ғой енді осы. Видеоны өшіріп қойса ешкім тыңдамайды. Мына жерде отырған. Саламатсыздар. Бар, молодец. Просто мен движение, да? Как всегда бізде әлі күндіз ғой, сондықтан да жұмысы бітпейді осы уақыттарда, да. Бірақ та мен сіздер тыңдап тұрмын да. Әрине, қазір мен очки сіздерді көрмеймін, бірақ тыңдап жүрмін. Ары бері жүгіріп жүрмін да. Жұмыстарыммен құлағымда сіздер тыңдап кешіріңіздер. Біраз тыныш отыратын уақытым менің өзі сағат сол 6-тан кейін 7-тен кейін да. Разрешение. Сіз қай жақта жүрсіз? Мен Бельгияда шетелде тұрам ғой. Сондықтан 4 сағат артта ғой. Әлі далада күн бар дегенде, жұмыстарымыз бітпейді, соғысы. Шапқылас. Бірақ Келген бір көрсетіп қой, Ақмарал. Мына жақта жаңадан келген қыздар бар. Иә, қазір мен не қылып жатырмын да? Жұмыстарым көп. Бізде сағат 6, сіздерде 9 ба? 10 ба? Бізде 9-дан кетті. Қазір. Міне. Автобустасың ба? Ау. Автобустасың ба? Автобус. Жоқ, мен шығып кірдім, даладан кірдім қазір ғана шығып. Қалайсыздар? Саламатсыздар? Мен атым Ақмарал. Біз далада. Жаз ба сіздерде? Бізде почти жаз. Иә. Жоқ, жазда қыста да өсіп тұрады бізде енді. Керемет. Бізде өткенде қар жауып, сонымен мен қазір ғана. Мен бүгін айтайын, сағат сіздердің уақыттарыңыз бойынша сағат 4-те таңертең көрдім да, SMS-келеріңіз бәстеріңіз шықтыңыздар, кажется. Мен сағат сіздер уақыттарынша 1-де шығу керек едім, менде сағат 9, таңертең сағат 7-те тұрып, 1-де жұмысқа кеттім. Бірақ алдында біраз көңілімді көтеріп, күліп, мәз-майрам болып сөйтіп шықтым да. Сонда жолым болады, білемін мен, әрине. Мен оны ылғи да жасаймын да, өзім сондаймын. Күліп жүре берем, біреу ұрсып қандай болса да, өзім күліп қоям. Ой, Ақмаралка улыбается, сөйтіп құтыласың, әйтеуір күліп құтыласың деді ғой маған елдер. Сөйтіп. Сондықтан ол же қалыптасып кеткен сияқты мен үшін. Сол. Не айтам басқа? Рахмет сіздерге. Жігер аға, сіздің сөзіңізді қазақша болғаннан кейін ба, прям күшті тура тауып айтасыз ғой сөздерді. Сосын гипнотизер сияқтысыз. Сіз айтқан кезде прям мен не шыға алмаймын, не кіре алмаймын, не бағана звондап жатса адам звондаса ала алмайсың онан неде, зумда болғаннан кейін. Содан кейін мен шыға алмай қалдым, сіз айтқаннан кейін тіреліп қалдым да. Да. Сонда рахмет сізге. Барлық переговордан, барлық миллиард ақшадан осы қымбат. Иә, дұрыс. Күлу керек өзіміз үшін бәрі настроение, сосын герцті көтеріп деді ғой, сосын жан-жағыңа жақсы адамдар келіп, не қылады адамдар, қалай еді, өзің сияқты күліп тұрсаң, қабағын түйіп тұрсаң, бірден қабағы түйген не қылады да, саған қарайды да, адамдарда басқа энергетикаға кетіп қалады. Ал күліп жүретін болсаң, бітті,
Сондықтан да жолыңда болады, сосын ана контрактында, договорында тез болады, оңай болады. Мен оның бәрін уже практикадан өткен. Мен айтып отырмын ғой, мен кезінде Қазақстанда күліп жүретінмін, ылғи да велосипедке мініп күліп жүрсем, елдің бәрімен амандасып жүретінмін. Өзім сондай нем болған, анандай привычкам болғанда, сонда елдер түсінбейтін, маған қарайды, мына неғып күліп жүр, че ей надо деп та. Сосын барып осында Европаға келгенде қарасам, бәрі күліп жүреді мен сияқты. Ойладым, опа, вот я өзім ортама түстім деп. иә Сондықтан да не ғой, дұрыс ортаны өзгерту керек, жақсы адамдармен араласу керек. Бүгін кешеде мен өзім коуч көп нәрсе тыңдаймын, бүйтеді ғой. Тамақ жеген кезде де успешный адамдармен столда отырып тамақ жеп, солар тыңдау керек. Тамақпен бірге ана жақсы энергетикасы да кетеді саған қарай дейді ғой. Сонымен телефонда да жаман нәрсені тыңдап отырып тамақ жейтін болсаң, ол да кетеді саған ішіңе қарай, бүкіл жаман энергетикада. Сондықтан да телефон қарап отырып тамақ жемеу керек та. Қойып қоямын, сосын болмаса музыка қойып қоямын. Енді біз үйде сөйтеміз да өзімізден былай. Сол жақсы, сіздермен менің атым Ақмарал, жақында жаңадан кіргендер болды ғой деймін, жаңа кісілер бір үш-төрт кісілер бар да. Малика деген кісіге сөз берсеңіз, өзін таныстырып кетсе, олар жақсы, өте әдемі, қалай деп айтайын, әдемі, жол болғыш, көзі жанары төгіп тұрған, өзі позитивный, әдемі. Осындай жақсы кісіге, Мадина деген кісіге сөз беремін. Мен енді тілім онша күшті емес, бір 5-6 тілде сөйлейміз ғой өзіміз енді. Кеше Гүлжанат айтып отыр, Ақмарал кім еді, сен бе едің деп. Біз Европада, Қазақстанда әрбір 3 жыл сайын біз неге кіреміз ғой, келетіміз құрылтайға. Бізді Қазақстан шақырады, кезінде Назарбаев, одан кейін жаңа елбасы, сол бізді жылда бір рет, сосын жылына бір рет біз Европаның ішінде өзіміз кездесеміз. Сол кезде біз Қазақстанға барған кезде қай тілде басында, қазірде сондаймыз, бірақ кірген кезде ступор болады, бір какой-то блок болып қалады, бүйтіп білмейсің, адамдар не айтқысы келіп тұр, қандай адамдар жаныңда. Сосын мен өзімде сетевой үлкен бір компаниям бар, сол бизнес жасаған кезде білмейсің, ана адамдарға не қызық болып тұр, не қызығады, қызықпай ма. Сосын бір аптадай қиын болады ана сөйлеу, да, қазақша да орысша да сөйлеу, ойлау да қиын болып кетеді. Сосын бар жайлап уже ана неге кіресің да, ана коллегаға. Сол сияқты не күле алмайсың, не шутканы айта алмайсың, өйткені білмейсің не керек емес, қалай адамдар қалай не қызығатынын білмейсің ғой. Сондықтан да қиындар, бай тілімде сол сорқақ болып кеткен. Баяғыда маған айтатын, қай ортаға барсаң, сол ортаға сіңіп үйрен дейтін. Иә. Серьезный болса, серьезный амал жоқ, серьезный жүресіз да? Иә, бізде енді мына жерде біздің неміз погода не емес қой, күнде қазір кішкене біраз күн жарқырап тұр, ал бірақта көбінесе күн жоқ, сосын жаңбыр жауып тұрады, адамдардың өзі сол күн природа сияқты не ғой, жабықта. Бәрі үйде отырады, болмаса стресс, депрессия, депрессия емес, бірақ та не, жеткілікті бәрі, Құдайға шүкір, королевство ғой бізде, принцесса бар, королева бар, жағдайды жақсартқан, әдемі, күшті, жақсы өмір сүреді, елдің бәрі, өзімізде Құдайға шүкір. Бірақ та ана не жетпейді, күн жетпейді, ана халық жабық, халықта бірден сөзге кірмейді. Бізде сөйтіп үйреніп қалдық деп өзім ойлаймын. Маған қыздар айтады, мен өзім ашық деп өзімді ойлаймын. Ашықпын деп. Маған айтады, Ақмарал, сен де европейска Бельгика болып кеткенсің деді ғой. Өйткені сен де бүйтіп тұрасың дейді. Дистанцияда бүйтіп тұрасың дейді да, басында тұрасың. Осыдан 15 жыл бұрын, 12-15 жыл бұрын. Әлем бойынша, денсаулық сақтау несінің әлеуеті бойынша 200 миллион ғана адам депрессияда болған екен. 200 миллион. 2 миллиард адамға жетіп қалыпты. Қазір ма? Иә. 2 жылдың ішінде ойлаңыз. Сондықтан бір адам депрессияда жүрсе, қасында соны ойлап жүр, ол да кіреді. Иә, дұрыс. Ортаға байланысты, бірақ бір жағынан жақсы, басқа жағынан басқаша. Біз ана күнге теңізге жүгіреміз ғой, ана Италияға, Испанияға көп барамыз, Турцияға да. Ол жақтағы адамдардың ана күннен ба ашық болады да, сосын тез
араласқыш болады да былай. Біз Ал енді біздің бельгиялықтар ондай емес, сондықтан бізге де келді. Мен өзім 26 жыл тұрамын ғой осында. Болам, болмаймын десең де боласың. Бір түрлі былай бір бүйтіп тұрасың. Елдерге сенбей сияқты. енді Влияние. Бельгияның бәрін өзгертіңіз бірдеңе алып. Иә, біз енді диаспораны өзгертіп жатырмыз ғой енді. Әрине біз қазақтар басқашамыз. Олар үйретіңіз бәріне. Иә, мен жолдасым да өзі түрік, ол да онша бір осында туылған ол. Ол да қабылдамайды қатты былай. Біз енді басқашамыз, өзіміз сөйтеміз да. Европалықтар бізге қарайды, бізге. Иә, олар бізге қарайды. Жақсы, қуанышты. Енді айтып қалайын дегенім ғой, бәрібір мен қандай плюс айтамын, мен осында Европада жүргеннен бірдеме плюсты айтып сіздер де енді естіп қалсын деп сөйтіп жатқаным ғой. Тем более жаңағы құрылтайда айтып жатқаным, біз барған кезде не ғой, не үшін тілім не қылады да, бір ойланған кезде 5-6 тілді ойланасың, сосын барып айтасың. Қиын да, соны өзімді оправдать етіп жатырмын ғой, мен тілімді. Қазақ тілін. Біздің миссиямыз 3 миллиард адамды достастыру. Иә, әрине. 3 миллиард соғыс болып жатқанда бәрін алып кетеді. Сондықтан біздің миссиямыз сол. Әр адамды бақыт жасау. Әр адам. Жақсы, әрине. Қандай халық болса да біз бақыт жасауымыз керекпіз. Біздің миссиямыз. Мен иншалла, да, иә. Миссиямыз. Религияны араластырмаймыз, политиканы араластырмаймыз. Аяқ жоқ, бизнес жоқ. Только бақытты жасау, бақыт тарату. Иә, мен осында келген кезде де миссиям осы қазақтардың басын жинау деп өзім ойладым да. Не үшін ойладым? Осы жүр ғой бәрі қазақ, әрбір елшілікке барамын ғой, қазақ бар ма десем, бар, бірақ қоғам бар ма десем, жоқ дейді. Басын жинайтын ешкім болмаған ғой. Сонда бәрі жолдан көрсең де, қайдан көрсең де қазақтар бәрін айтатын, сен қазақсың ба деп арасында көріп қоясың ғой. Біз ол кезде 1000 болған, бір 500-ге жуық болған, бір 26 жыл бұрын, 27 жыл болды уже почти, да, менде. Ал қазір 3000-нан асады. Бәрібір жұмыспен келгендер көбінесе Брюссельде, ал мен сияқты енді шетелге үйленіп, енді біз өмірді өзгерттік қой. Мен жолдасыммен Қазақстанда тұрғанбыз, біз жұмыспен келген осында. Сонымен қалып қалдық қой. Сонда мен ойлайтын, мені осындай Құдай жіберген шығар осылардың бәрін басын қосуға деп. Менде үлкен бір видеом бар, керек десеңіздер просто жібере салайын, таныс болыңыздар. Үлкен осыдан 2018 жылы біздің қоғамға 10 жылдық болған ол кезде, қазір 15-16 жыл болды ғой. Ал сол қоғамға 10 жылдық болғаны біз 350 адамға, жоқ, 250 адамға жуық сол үлкен мероприятие жасап, наурыз жасағанбыз. Сол кезде бәрі қазақтарды жинадық қой, Европа қазақтар, біз бәріміз доспыз осында. Голландияда жақында наурыз болады, бізде де наурыз болады. Біз сосын бәріміз жиналып Германияға барамыз, одан кейін Испанияға барамыз. Біз бәріміз достасамыз, доспыз. Үлкен ассоциация деген не жасап қойған, мен чат жасап қойған. Сол кезде де бәріміз біз бірге, сендер қалайсың, амансыңдар ма, сендер не болып жатыр деп бәрі-бірімізбен хабарласып тұрамыз ғой. Қазір енді Дубайдағы кісілермен де, Ирандағы бұрында мен сабақ берген кезде бұрында бір кісі болған, Ираннан ер кісі қазақ тілін сабақ беретін ол. Сосын біз отчет береміз ғой Қазақстанға сол кезде, да. Сол кезде ол кісі, мен сол кісіні іздеп жатырмын, үш күн болды, жауап бермейді да, Ирандағы. Соны біз бәріміз енді не қылып жатырмыз да, Дубайда кім бар деп, біздің европалықтар бірден өзінің білгіштерін іздеп жатыр. Самолет жібереміз, Оманнан прямой ұшындар деп, бесплатно. Қазақтар іздеп жатқан шығар енді қазақтарды. В общем, солай. Марал ханым. Жақсы, онда политиканы айтайық. Сабақ қойын, сабақтан кейін. Иә, әрине. Сабақта осындай әңгіме болады, сол кезде бәрін айтып бересіз. Жақсы. Ризамыз сізге. Енді солардың бәрін осында тартыңыз, білім алсын, өмірлерін өзгертуге, жақсартуға. Аумин, жақсы. Жақсы тартам, айтам. Жайлап, жақсы. Күшат, ханым сізге сөз. Ал енді маған сөз беріңіз. Маған сөз беріңіз. Мақтап, мені жақсылап тұр. Мақтап. Мен Гүлшат ханымға сөз бердім ғой жана. Жоқ, ол кісі сөйлеп алды. Жоқ, Күләш. Күлпаш ханым. Мен очкесі көріп. Гүлшат ханымдар мен ашпай отыр. Ашқан кезде. Ашпай отыр ма? Жақсы. Шақырап отқан Күлпашқа сөз берсеңші. Иә, Күлпаш. Жоқ, мен Күлпаш сізді қызылдағы, қызыл кофтадағы
кісі. Мен сізді бағана айттым. Міне Конор деген кісі кім екен? Аха. Күлпаш ханым Қуан. не дегенсіз? Да, Күлпаш ханым. Әдемі де сұлу, өзі ақылды, сонда әдемі. Күлпаш ханымға берем сөзді. Жақсы, жарайды. Жақсы. Өзіңізді мақтап үйреніңіз. Иә. Қандай өзіңізге мақтау қалайсыз, соны айтсаңыз болды. Иә, әрине, иә. Жай мен асығып тұрғаным да, соның үшін кешіріңіздер, аха. Асықпаңыз, Жақсы. күшті сабақ болады. Тыңдаңыз. Величайшая Марал ханым, удача и дружба с нами всегда, богатство и счастье – это наша судьба. Меня зовут Күлпаш, мен Ақмолинская область, Щучинск қаласынан, жасым 50-де. Супержамда мен уже давно, в 23-м году я пришла, но с чата никогда не уходила. Всех новеньких поздравляю, чтобы в этом чате, в нужном месте, в нужное время, деген сияқты. Супержамп – это классно. Я здесь видела результаты, поэтому сегодня вот первый раз опять весь улыбка. Во время обеда домой шла, улыбалась, прямо встречала взгляды, навстречу шли, и прямо комплименты уже. Видите, я вот уже мне говорили, так я иду, улыбку делаю уже, и уже мне комплименты говорят. Видите, я всегда вот, я даже на работе применяю эту работу, вот этот супержам, он вообще всегда пригодится в вашей жизни. Я даже на работе, вот работаю администратором в торговом центре, я говорю, улыбаемся, улыбаемся, и они меня видят уже, мои ребята, и сами говорят, улыбаемся, улыбаемся. И поэтому вот эти 7-8 наших упражнений, они вообще по жизни с нами всегда и везде. И поэтому первый мой учитель-наставник – это Жигер Мырза. Мен всегда благодарна, я всегда говорю, мой первый учитель-наставник Супержам – это Жигер Мырза. Біз шала қазақша, орысша болса да біз жеткіземіз. Жігер Мырза жүрекпен айтады, жүрекпен, қарапайым сөзбен жүрекке тигізіп айтатын бізді. Мен Степногорск қаласына тұрдым, 17 жыл, 2 года, как Щучинскқа, родинама көшіп келгеніме, солай. Поэтому я очень благодарна, очень рада, кто занимается саморазвитием. И выполняйте все эти упражнения. И поэтому вот Гульжанат ханым говорит, да, что вот помогите, да. Знать и делать – это два разных вещи. Знаем-то все, а делаем не все делаем. И поэтому я сама знаю, да, например, я, например, 2 года, если я Супержамп общий чаттан, я никогда не выходила. Я в 23-м году сама провела занятия и уехала в Щучинск, и все, я больше потом не заходила. Вот этот у меня Супержамп, интеллект-тренер, я вот сегодня первый раз одела через 2,5 года. Я про интеллект-тренер. Вот сейчас многие, да, проходят, да, например, Айнур Турсунбаева, он нелерін жоққа шығаруға нельзя. Это тоже путеводители. Здесь Супержамп – это тоже путеводитель в саму себя, деген сияқты. Поэтому вот эти, если Айнур Турсунбаева, да, например, вы покупаете курсы, а здесь вы проходите саморазвитие, да, еще здесь можно еще и заработать. Видите, профессиональный вот этот, и в дальнейшем здесь можете еще и заработать. Потому что вы, когда сами будете меняться, вы уже об этом не будете молчать. Вы, когда увидите свои результаты, и вы об этом уже вы захотите делиться со своими родственниками. И поэтому вот первая ошибка, вот не меняйте вокруг людей. В первую очередь меняйте сами, чтобы люди потянулись к вам. Вот когда вы сами результат покажете, и когда вы будете меняться, и они увидят, что вы будете сиять, у вас все будет, вот дороги у вас будут открываться сами по себе. И поэтому они сами будут спрашивать, ой, ты что-то сияешь, оно много. И тогда вы уже, люди сами уже потянут. И когда вы сами уже результат увидите, и люди сами будут у вас спрашивать, и у вас все будет прекрасно. Следующее слово я передаю нашему величайшему Ажзагуль ханым, величайшему герою всех времен и народов, любимице Бога. Интеллект-тренер.
Енді маған сөз беріңіз. Akım var zaten. Жаңа мына Хонор деген кісі ашып еді, оның аты кім еді, ұмытып қалдық. Аты кім еді? Білмейміз, аттарын Хонор. жазбағаннан кейін сол түсінбейміз. Содан кейін елден жауап істейді де біз сөз бере передаю алмай отырмыз. этот разгоряченный микрофон, я передаю Маған беріңіз. пользователю Honor Маған беріңіз. APR. Говорим, да? Вот давайте тогда. Микрофон я передаю нашему величайшему герою, победителю, триумфатору, уже долларовому миллиардеру, нашему Жеге Мырза. Вам Рахмет, микрофон. рахмет, Күлпаш ханым. Көп жасаңыз, ұзақ өмір сүріңіз. Ұзақ өміріңіздің әр күні қызыққа, бақытқа, байлыққа толы тамаша, ғажайып күндер болсын. Рахмет сізге, ризамын. Міне, біз енді екінші сабаққа келіп жеттік. Екінші сабақымыз өте керемет сабақ. Біздің өміріміз, қазіргі жағдайымыздың бәрі біздің ойымызға байланысты. Не ойлаймыз, сол біздің өмірімізді бұзып жатыр. Міне Хонор деген кім? Ұмытып қалдым. Дауысы Гүлнұр. дауыс. Гүлнұр. Гүлнұр ханым, давайте Гүлнұр ханымға сөз берейін. Әлемдегі ең бақытты жан, ең сұлу, ең әдемі, ең керемет патшайым, қаншайым. Сәлеметсіздер ме? Ай десе аузы, күн десе көзі бар. Әлемге әйгілі жұлдыз, ең мықты, гауһардай жарқырап жүрген біздің Гүлнұр ханымға сөз беремін. Сәлеметсіздер ме? Аға қалайсыз? Қыздар, қалдарыңыз қалай, арулар? Қайырлы кеш. Мен кеш қосылып жатқаным үшін кешірім сұраймын. Бағанадан бері жұмыста бір отчет беруім керек болып қалды. Соны жазып және біттім. Содан кейін кішкене айланып қалдым, ренжімеңіздер, иә? Сонда да қосылдым кеш болса да. Ештен кеш жақсы дейді ғой қазақ. Жаңадан кісілер келген екен. Қыздар, танысқаныма қуаныштымын. Менің есімім Гүлнұр. Алтайдың қызымын. Алматыда тұрамын, қазір Алатау аренаның қасында. Сол жерде Алатау хаб кітапханасында жұмыс істеймін. Өзім ақынмын. Күлкіні жасадыңыз ба? Күлкіні жасадым, бір күліп едім, сосын қасымдағылар өліп қала жаздап күлді ғой, маған ішіңе жіңгір кеткен ба деп. Содан кейін ыңғайсыздау болды, бірақ сонда да біраз рет күлдім, күліп көрейінші деп. Бірақ бүгін негізі кешегідей емес, бүгін күліп жүруге тырыстым. Бәрінде іс-шара өткіздім, бәрінде андай жеңілірек болған сияқты болды. Өмірімде өзгеріс болды. Бірақ сізден кейін кеше мен миыммен көп нәрсе қорыттым. Кеше Гүлжанат апай айтпақшы, басында қабылдай алмадым. Кішкене өзімнің тәкаппарлығым келді-ау деймін. Мен де осындай жүргізе алам ғой, не себепті мен басқаны тыңдауым керек деген ой келді. Мен өзімде сондай адамдарға о жағынан мотивация беруге күшім жетіп тұр ғой, ол кісі айтқан нәрсенің бәрін мен білем деген сияқты ой болды мен басында. Содан кейін ойлана таңертең тұрған кезде ойым мүлдем өзгерді. Таңертең ойландым. Жоқ, шындап та менің басымда көп деген проблеманы үйіп алған, басыма көп қып, ананы да өзім шешуім керек, мынаны да өзім шешуім керек, бәріне батыр, мықты әйел болуым керек дегенді миыма әбден құйып алғам. Жоқ, мен неге бұлай болуым керек, болатыны болсын, күйетіні күйіп кетсін, төленбеген кредит одан арман жоғалсын, соттаса соттап кетсін, бүгін бір күліп жүрейінші деп ойлап күліп жүрдім. Міне. Өзіңді жеңдің. Бүгін күні бойы еш нәрсе ойлағам жоқ, тек қана іс-шарамды өткізіп, елден көп мақтаулар алып, елді өзім көп мақтадым. Кейбір кісілерді Бауыржан ағаны артық мақтап жүріппін, Гүлжанат апай, қоғам қайраткері деп, ол кісі ренжіп қалды, кішкене қатты артық мақтап жүрдің десем ба, ренжіген жоқ енді. Типа артық мақтап қойған сияқтымын. Ол кісі ыңғайсызданып қалды, бірақ мен көп адамға қуаныш сыйладым. Өзім де қатты қуанып қайттым. Мақтағанды кім жек көреді? Айта бер. Сіз қазір болмасаңыз да кейін боласыз де. Сондай болды. Енді өзімнің жан дүниемдегі болып жатқан арпалыстарды түсіне жеңіп келдім. Бүгін кеше қатты түсінде арпалысқа түстім. Сіздердің өшіріп тастағаннан кейін
таңертең кіші жарамды ертерек тұрам деп ерте жатып қалдым да, бірақ жарты сағаттай ойланып жаттым. Не үшін ол кісіні тыңдауым керек мен? Уақытымды қор қылып деп ойладым да, өз жетпей жүрген уақытымды не үшін жарты сағат, бір сағат отырам ана нені тыңдап деген сияқты ойладым. Бірақ таңертең мүлдем басқаша ояндым. Ура, Қоян. ура, міне. Өзгеріс басталды. Дұрыс дейсіз. Мынау қасарсат қатты. Ішіңізде тағы бір гүлнұр бар. Өзгергісі келмейді. Сол неме алғысы келеді, ми. Қасарсат, соған сіз дұрыс түсінік берсеңіз, түсінеді. Өйткені біздің ми эгамыз біздің, эгамыз. Неге ол, неге мен емес? Неге бүйтеді, неге сөйтеді, мен немене сонда? Қай жерім кем деген сияқты. Жоқ, тұра тұр, білім алайық дейсіз. Түсіндіресіз миға, мимен дос болу керек. Миға түсінік бересіз. Давай білім алайық. Осы кісіден болса да не алады екенбіз? Көрейікші. Может, біз шынымен де ұшатын шығармыз. Может, өзгертеміз. Алла тағала бекер әкелмейді адамдарды сізге. Бекер жібермейді. Содан бірден алу керек боласыз. Сондықтан Бір нәрсені айта кетейін ба тағы да, аға, сіздің кешегі айтқаныңыз туралы, иә? Мен көп сөйлеп қоямын, енді ренжімеңіз. Мен өзімді, например, 9 жасында өлең жазып, ақын болдым, иә? 9 жасында, кішкентай бала кезімде. Мен жолымды қуып, ұлым 9 жасында жазушы болды. Сол енді Алладан берілген талант қой, генский талант қой, геннен келе жатқан. Бірақ мен сол кезімде өзімнің бір жүрегімде бір үлкен атам бомба жатқанын сезетінмін, ше. Мен бір талантты адам сияқты өзімді сезінетінімді бала кезімде. Мен любой инструмент болса ойнап кететін шығармын. Қойшы домбыра болса да ойнағым келетін. Бәр дүниеде алда жүргенді жақсы көретінді. Содан кейін екінші сынып оқып жүрген кезімде мен аяғым осылай тартылып қалды, екі аяғым жүре алмай. Сосын ежін болған, нағашы аталарым бақсы балгер болған кісілер екен. Содан ежім болып қалған деп мен жатып қалдым. Тіл көз болды ма білмеймін енді. Әдемілеу болыппын енді кішкене кезімде, кішкене. 7 жылдың ішінде жалғыз қыз болдым. Содан бірақ сол кезінде мен өзімнің бір сондай талантты сезінетіндейін білмеймін, өзім керемет бір әлемді мойындататын шығармын деп ойлап жүретін сол кішкентайдың өзінде. Кейін біздің тұрмыс салт, ата дәстүр, бізде Қытайда өте қатты, Алтайда өстік қой. Бізді басы жаншиды, біреу отырғанда сөйлетпейді, сондай домбыра ұстауға болмайды, қыз тек қана әйел болуға жаратылған. Сол кезде солай болатын. Оған әке шешесі тамақ істеуді үйрету керек, үй тазалауды үйрету керек, сахнаға шығып өлең айтса ол шайтан болып есептелетін. Сол заманда санамен, сол жағы сана. Қазір мүлдем басқаша ғой енді, ол жақта да мүлдем басқаша. Қазір ол жақта Қытайдың қазақтары да қазір неге шығып, тіктокке шығып, неше түрлін айтып жатыр. Қазір ұят дегеннің бәрі кетіп қалды. О заманда біз деген үлкен ер адамдар үйге келсе, үйге кірмейтінбіз даже, кіргізбейтін бізді, көрсетпейтін. Үйінде бойжеткен қызы бар екен деп айтқызғысы келмейтін. Сондай біз бір бұйығы осындай өмірде өмір сүрдік. Содан менің талантым бәрі жабылып қалды, мүлдем өшті. Содан өлең жазбай кеттім. Содан 22 жасында қойшы әйтеу күйеуге шықтым. 19 жасында күйеуге шықтым. Онан соң жәніштау тағы басталады ғой бізді. Келін, пелін, енеміздің қабағы деген. Кішкентай болдым, одан бір бала туып алдым, әйтеуір. Одан кейін өмірімде білмеймін қалай екен білмеймін. Ақындық нем қайтадан оянды ма, домбыра ұстап, сахнаға шығып кеттім уже. Домбыраны да үйренген жоқпын, әйтеуір бірдеңені шалап-ала үйреніп домбыраны. Білмеймін, мына буырқанған күшіммен айтысқа шығып кеттім. Сол жерде айтысқа шығып, сол айтыста жүрдім, университет бітіргеннен кейін айтыста жүрдім. Сосын осы айтыстан бала тәрбиеледім, көп балаларымды. Бірақ қазір жаңа сіз айттыңыз ғой, бір нәрсе байлап тұрады деп ше, бізде қорқыныш. Сол қорқынышты жеңіп келем, бірақ менің жан түкпірімде ол қорқыныш әлі бар. Бүгін сол сабақ өтеміз қазір. Қалай екен? Қуаныштымын, өте күшті. Біз неге кішкентай кезімізде арманымыз биік болды. О кезде біз таза болдық. Ештеңені білген жоқпыз. Қорқыныш деген жоқ болды. Бізде арман болды, мақсат болды о кезде. Күшті болды. Кейін жаңағы бізді тәрбиелеп, басып өшіріп тастады.
Енді Гүлнұр ханым, уақытыңыз кеп тұр. Ұшайын деп тұрсыз. Ұшасыз, бәрі ашылады, бәрі жасалады. Оған мен гарантия беремін. Сондықтан рахмет сізге, ризамын, қуаныштымын. Өзгерісті өзіңізден бастамасаңыз, ешкім сізде бастай алмайды, өзгерте алмайды. Ал енді мұнда Айжан ханым сөйлей ала ма екен, өзін таныстырып кетсе? Видеосын ашты. Өзіңіз неге жақын келсеңіз экранға. Айжан ханым, қуанышқа, қуаныштың үстіне қуаныш қоссаңыз, өзіңіз айтыңыз атып кетсеңіз, қай жақтан екен таныстырып. Жарайды енді, бүгінгі кеп кісілер әлі не қылып отыр ғой, миы жібермей жатыр енді. Оны түсінеміз, бәріміз де сөйттік, бірінші келгенде бақырайып оттық, ұялып отырдық, өшірдік, арасында қаштық, ми деген сөйтеді бірінші, түсінбеген жерде тоқтатады, қашады, тұра тұр, потом соңгейін көреміз дейді ми қожайын болған кезде. Сол сияқты оны біз үйретеміз, кәдімгі сізге кішкенде, мына Айжан ханым, қандай әдемі, қандай сұлу, қандай красавица. Ризамыз сізге. Микрофонды ашсаңыз, өзіңіз таныстырып кетсеңіз. Саламатсыздар, қайырлы кеш. Ой, дауысыңызда күшті. Қош көрдім. Менде негізі наушниктер. Мен шыны керек, бұл жерде Кәмшат ханым, Жезбай мырза, біздің достарымыз, құрбымыз. Сол жаңа ауыз ашқаннан кейін жатқам ғой, сол бір зумды жіберіп қойыпты маған ссылкасын. Сол жатсам да қарап жатып, қараңғы болғасын тыңдап жатқам сіздерді. Әр қайсылардың пікірлеріңізді танысқаныма өте қуаныштымын. Оразаларыңыз қабыл болсын, білімдеріңіз сенімді болсын. Өте тамаша, әр қайсыларыңыздың ойларыңыз, айтып жатқан мынау даму кезіндегі бөлісіп жатқан тәжірибелеріңізбен мен де тыңдап жатырмын, өте ризамын. Мынау бірін-бір толықтырып жатқан жандар екенсіздер, айтарларыңыз көп екен, тамаша. Мына Жігер мырзаның жеткізу жүректен шығып жатыр дейді ғой, сол жүректен жүрекке жетеді екен. Өте тамаша, қазақи, сондай бір ұнап жатыр. Бірінші кіруім, сол тыңдап жатырмын. Қазір енді шыны керек, не көп бізде психологтар көп қой, бірақ әр адамнан да бір аларыңды аласың ғой, шынында да, бәрін жасамасақ та. Сондықтан кей уақытта шыны керек, осындай бір қарапайым түрде жеткізудің өзі де бір жақсы біздер үшін. Сондықтан баршаларыңызға жақсылық тіледім. Осы білімдеріңіз шыңдалып, өмірлеріңіз өзгеріп, шынымен осы қазір білімнің заманына жеттік қой, миды өзгерту деген осы рас не. Естісек қалай жетеміз, рахмет сондықтан. Айжан ханым, қуаныштымын сізге. Көрсетейін деп шықтым. Кәмшат ханым жіберген екен. Кәмшат ханым ссылкасымен кіріп, рахмет, қуаныштымын. Енді Айжан ханым, өзгеріс жасағыңыз келеді ғой өміріңізде? Сізде бәріне лайықтысыз. Барлық әлемдегі бақытқа да лайықтысыз, молшылыққа да лайықтысыз, байлыққа да. Сол байлықтың бәрін лайықтығын қабылдау үшін білім алуымыз керек екенбіз, білуіміз керек екен. Қалай қабылдау керек, қалай жасау керек, қалай істеу керек. Барлығы берілген негізі, барлығы бар бізде. Жетет, миллиардтаған ақшамыз да бар, байлық та бар, энергия. Бірақ біз шашырап кеткенбіз, соның бәрін жоғалтып алғанбыз. Енді соны жинақтайтын уақыт келді сіздерге. Кешіріңіз, сіздің бір ауыз сөзіңіз өтті маған. Аллах тағала бізді жаратты дедіңіз, и сонда айттыңыз, не ойлайсың, сол ойыңа жаратам деген сөзге мен кішкенемді маған трансформация. Бүгін қазір соның сабағын өтесіз. Бір ауыз сөзіңіз мені ойландырып жіберді. Мен қаншама түйсік туралы сабақ оқып едім, қазір білетін шығар, енді мына кісі бағана мейір махаббатпен қабылдады деп Гүлжанат ханым айтып жатыр, оны біз алмасақтың сабағын үйренген болатын мен қатысып. Соны жай өзім ойлап жатырмшы, сол сіздің мына сөзіңіз маған шынымен бір миымды қозғалтты. Алла айтты, сенің ойыңа мен сені жаратам деген мына сөзіңіз адамды шынымен трансформация жасайды екен. Ризамыз. Қуаныштымын. Молодец. Енді сол сабақты қазір өтеміз. Мимен жұмыс істейтін сабақты. Өйткені біздің 8 жаттығу бәрі миға арналған. Ойды түземесек, өміріміз түзелмейді.
Ойды түзейсіз, ойыңыз түзеледі. Ойды түзейсіз, өміріңіз түзеледі. Ойды түзейсіз, жағдайыңыз жақсарады. Ойды түзейсіз, бақытқа белшеден батасыз. Барлығы өміріміздің қазіргі жағдайымыздың бәрі өзіміздің ойымызға байланысты. Біздің миымызға байланысты. Өйткені бұл мидың алып келіп жатқан, істеп жатқан ол баяғыда жазылып кеткен кинолар. Соны қайталап әкеле береді. Енді бүгін сіздер соны түсінесіздер. Қалай тазалау керек? Олардан қалай арылу керек? Тек қана жақсысын ұстап қалуды үйренесіздер. Тек жақсысын ұстап, жақсысын ойлап, жақсысын айтқан сайын өміріңіз жақсара береді. Любой нәрсе қат болып қатып қалған нәрсе. Оның бәрін алу керек, жібіту керек, тазалау керек жақсылыққа. Алтында бетінде жатпайды жердің. Бриллиантта мықты бетінде жатпайды. Қоған еңбек етесіз, алас. Сол сияқты жақсы өмір өту үшін мына миды тазалаймыз. Көп жұмыс істеуіміз керексіздер. Бір-ақ рет сабақ алып, ой, нормально екен деп кетеміз. Постоянно тоқтатпай істейсіздер. Сол кезде бриллиантқа жетесіздер. Қазып, іздеп, түбіне барғанда білім, жеткенде түсінік, түп санаңызға барғанда ашыласызда ұшасыздар. Әлем сіздердікі екенін түсінесіздер. Әлемдегі ең бақытты жан екендеріңізді, бай екендеріңізді барына көздеріңіз жетеді. Ол үшін постоянно жаттығу жасап жүріңіздер. Күле беру керексіздер. Тоқтатпау керексіздер. Енді бүгінгі сабағымыз өз ойымның қожайыны болу сабағы. Өз ойыңыздың. Бұл уақытқа дейін сізге ойыңыз қожайын болып келді. Ми. Білген істеп келді. Біреуден үйренеді да сізге жасайды. Біреудің айтқанын тыңдап алады да сізге істейді. Ананы жеу керек, мынаны ішу керек, ананы бүйту керек, мынаны сөйту. Ойбай бүйтіп қалыпсыз. Бәрін әкеп көрсете берсе, сіз соған батып жүрдіңізде, өзіңіздің өміріңізді ұмытып кеттіңіздер. Енді солардың бәрін атамыз. Рәгәттімен атып, қалпақтай ұшырып, жаман негативтің бәрін ұшырамыз, жоғалтамыз, келмейтін қыламыз. Сонда өмірлеріңіз жайнайды, жарқырайды, ашылады, жанады, ұшасыздар. Оған мен гарантия беремін. Бірақ гарантияны сіздер жасау керексіздер. Тоқтатпай істеу керексіздер. Сонда ғана гарантия беріледі. Ол үшін не істейміз? Бүгін біз ең маңызды нәрсені үйренеміз. Ойды басқаруды. Өйткені ой тағдырдың бастауы. Қандай тағдыр болып жатыр сізде? Ол сіздің оймен келіп жатқан нәрсе. Сондықтан ой бұл жай ішкі диалог. Диалог дейді ғой ішкі. Сол ғана ой. Ой сол. Басқа ештеңе емес. Күніне шамамен 60-80 мың ой келеді бізге. Күніне. Соның көбі негатив ой болады. Көбі. 70-80% негатив екен. Любой нәрсе. Біреуге ренжиміз, біреуге сөйлейміз, анау ұнамайды, мынау бүйтпейді, сөйтпейді, біреу қисық отса, неге қисық отыр, түзу жүрсе, неге түзу жүр. Недовольнымыз өз өмірге. Вообще недовольнымыз. Біреуге недоволен ол өзіңізге екен. Біреуге ренжіген өзіңізге. Сіздің ойыңыз тек сізге жасалады. Ешкімге істелмейді. Ол телепатия біреуге барады, бірақ сол сізге кеп істеледі. Сізге көзіңізге көрсетеді сол адам кеп. Егер біреуді жаман десеңіз, ертең сізге жаман адамдар көбейеді. Алып келеді сол адамдар жаманның әсерін. Сондықтан көп ой қайталанатын ойлар. Кешке шейін ойлап өмірімізді қайталай береміз. Сондықтан сұрақ қойыңыздар өздеріңізге. Сол ойлардың бәрі сіздікі ме? Кімдікі ол? Кімге керек? Сіздікі ма? Біреудің өмірі сіздікі ма? Біреуде болып жатқан жағдай сіздікі ма? Сұрақ қойыңыздар өзіңізге. Менікі ме болды? Жоқ.
көбі орта, қорқыныш, өткен тәжірибе, соның бәріне бізге сіңіп алған. Сол қайталанып келе береді. Қадағалап отырсаңыздар, көресіздер өздеріңіз. Бір ойды 5-6 рет ойлап тастайсыздар. Неге өйтпедім екен, неге бүйтпедім екен, неге сөйтпедім сол кезде деп. Өтіп кетті ғой, зачем оның керегіне, оның талқылауына қажет жоқ. Вообще миға кіргізгім келген жоқ. Ойламаңыздар. Сондықтан памятіңіз нашар болған жақсы екен. Бір минут болған нәрсені ұмытып отырсаңыздар, жақсы екен. Мына ми тазаланады. Компьютеріңіздің іші неге толғанда не істейді? Компьютер жұмыс істемей қалады ғой. Вообще нашарлайды. Не істейді соны? Антивирус құрасыз, тазалайсыз, тазалып, жақсартып, бәрін ажырағаннан кейін ол жақсы жұмыс істейді. Мида тура солай. Мусорға толғаннан кейін өміріңізде қызық кетеді. Энергияңыз төмен түседі. Шаршау басталады. Жалқаулық басталады. Ниет жоғалады. Ал ми таза болса не істейсіз? Ми таза болса, ішінде тап-таза, бос, бәрі жүгіріп жүреді. Бәрі істеледі. Энергия дегенің ұшып жүреді ішінде. Одан кейін сізде энергия көбейеді да, сіз не істейсіз? Любой нәрсені істей бересіз. Шаршау дегенді білмейсіз, бар. Шаршау только мида ғана. Қиналу только мида ғана. Қиындық только мида ғана. Сізде ол жоқ. Соны түсініңіздер. Сондықтан өзіңізге түсіндіресіздер миға. Өмір сүру оңай. Бақытты болу оңай. Бай болу оңай. Просто айта беріңіздерші. Ол айтқан сөздер сізді ақы алмайды ешкім. Ешкім соттап жібермейді. Просто айта беріңіздер. Жай әдетке айландырмаңыздар. Сонда миға түсінік келеді. Оңай өмір сүру басталады. Бәрі оңай болып кетеді. Барлық нәрсе. Барып ала саласыз. Қиындықты көрмейсіз. Просто барып ала салатын боласыз. Бәрі сіздікі. Бұл әлем сіз үшін құралған. Бұл әлемдегі бар нәрсе сіз үшін жұмыс істеп жатыр. Сіз үшін қызмет істеп жатыр. Соны түсіндіріңіздер миға. Әй, бұл біздікі екен, менікі екен. Менің әлемім екен, менің өмірім екен. Мен неге күліп жүрмеске онда? Неге жақсы ойлап, жақсы жүре бермеске? Осы түсінікті келтіріңіздер өздеріңізге. Сондықтан айтасыздар. Ой өзгерсе, сезім өзгереді. Сезім өзгерсе, өмір өзгереді. Неге сезім өзгереді? Неге? Сізде қорқыныш кетеді. Ал қорқыныш болса, өміріңіз қорқынышқа толы болады. Сондай сезім. Ал махаббат сезім болса, өміріңіз махаббатқа толады. Қуаныш сезім болса, өміріңізде қуаныш ажырамайды. Сол сезімді түсіндіріңіздер өздеріңізге. Сол сезімде жүріңіздер. Постоянно. Келген нәрсенің бәрі өткінші. Уақытша. Қазірде кетіп қалады деңіз. Ауру келсе, ой, ол да кетіп қалады деңізді, оған қарамаңыз. Онымен алыспаңыз. Жай көрермен болып қарап отырыңыз. Неге келді екен? Мен не үшін үйретуге келді екен бұл? Бұл не дәл екен? Ол келеді, сахнаға шығады, ешкім жоқ айтысатын. Алысатын ешкім жоқ. Ол бір сілтеп кетіп қалады. Просто түсініңіздер соны. Өмір оңай. Сондықтан адамның ойының құлы болғанда не болады сіздерде? Өзін кінәлайды. Өзі уайымдайды. Көп уайымдайды. Қорқыныш, қорқады. Шешім қабылдай алмайды. Ойдың қожайыны болған, ойға құл болған кезде сіздер. Өйткені ой не істейді? Неше түрлі болып келеді. Әр түрлі болып келеді. Әлемде жоқ, көз тиді, тіл тиді, жоқ. Бізді үйретіп тастаған кішкентайымыздан. Тіл тиеді, көз тиеді, сол мына мида бар, и соны істетеді сізге. Сіз қазір осында өмір сүріңіздер, болды. Келешек
өзі құралат, жақсы өмірді бастасаңыз, келешегіңіз жақсы болады. Ал өткен заман, кетіп қалған заман, оны қайтара алмайсыздар. Жібермесеңіздер алдыға жылжымайсыздар. Жіп боп ұстап тұрады сізді. Барлық арқанмен байлап алып тұрады, жүргізбейді алдыға. Бәрін қиып жібересіз, ұмытасыз, кешіресіз, болды, алдыға қартай жүресіздер. Бәрін жіберген кезде есік ашылады, үлкен бақыт есік ашылады. Үлкен. Сол бақытты әлемге өтесіздер. Өту бірақ қадам. Неге? Қалай? Өткенді жіберу болды. Просто бірақ нәрсе, өткенді жібересіздер. Барлығын жібересіз. Кеше ұрыстыңыз ба біреумен, ұмытыңыз. Ол кезде ол келмейді сізге ренжіп. Просто ұмыта саласыз. Ұмытылып кетті ма, сізге келмейді. Олар сізді бірден үйретуге келді. Соны түсініңіздер. Ренжімеңіздер. Өзіңізге ренжисіз, ренжіген. Ашуланасыз, өзіңізге ашуланасыз. Неге? Мен де ұшырып жібер. Қатты кеттім ғой деймін. Кішкене басылайын. Сондықтан барлық тағдырыңыз, өміріңіз сіздің ойда. Сіздің қолда. Міне, ойды қадағалайсыз, түзейсіз, жақсарасыз. Енді оны қайтып түзейсіздер? Енді қарап отырсаңыздар, ми не айтады? Ойлап жатырмын деп ойлайды. Ананы ойлап жатырмын, мынаны ойлап жатырмын дейді. А шын мәнінде ой оны басқарып жатыр. Ой сізді басқарып жатыр. Ол жоқ нәрсе да, барлығы. А біз оны ойлай береміз, қайталап ойлай береміз, қайталап. Сол біздің өмірімізде бола береді. Сондықтан ойды қадағалаймыз. Қазір мен сіздерге инструмент беремін. Қалай жою керек, қалай кетіру керек. Соны түсінесіздер. Сондықтан қожайын не істейді? Ойды басқарады, байқайды, тыңдайды, тоқтата алады, ауыстыра алады. Ол сіздің қолдан ол келеді. Сол сіз түсінген кезде, ой тоқтатқан кезде, жақсы ойларды қабылдаған кезде, не істейді? Өміріңіз өзгеріс басталады. Ауру қашып кетеді. Денсаулық жақсарады. Өйткені энергия келеді. Сіздің көп энергияңыз осы ойларға кеткен. Ой құртады. 100% энергияңыздың 80%-ін алып кетеді. Ойлаңыздар. Сондықтан бұдан кейін ойға, миға қожайын болайық. Миллиардерлер айтады екен. Ми дейді, қожайын болса дейді, жаман қожайын дейді. Білген істейді дейді. Шаршайды, демала береді. Ұйықтай бергісі жалқау дейді. Жалқау. Ал егер жұмыскер болса дейді, мықты жұмыскер дейді. Қолынан бәрі керек дейді. Шынымен де солай. Қарап отырсаңыздар. Шынымен де. Мынау компьютер дейді. Компьютерға сіз қандай программа кіргізсеңіз, соны көресіз ғой постоянно. Сол жасайды ғой. Енді миға жақсы программа кіргізейік. Мен бақыттымын. Мен әлемдегі өз ойымның қожайынымын. Өз тағдырымның қожайымын. Мен шешемін. Нені қалаймын, нені ойлаймын, нені жасаймын, только мен шешем деп қожайын болыңыздар. Бүгін түнде жатарда мәжіліс жинап, миымен арты екі ортада. Миды президенттен алыңыз да, өзіңіз президент болыңыз. Сонда ми жұмыскер болсын. Айтқаныңызды істетуді үйреніңіздер. Ол үшін не істейміз? Жаман ой келсе, мынандай резинкені тағамыз қолға. Мына біздің ми ауырғанды қаламайды екен. Бір жерін ауыртып алса, қорқады екен. Қорқыныш содан. Мысалы, көшедегі бір тайып жығылғаннан кейін екінші рет жығылмауға тырысасыз ғой, байқап жүресіз. Ол сіз емес, ол сіздің миыңыз. Соны істеп жүреді, жығылқамайын. Денем бір жер ауырып қалмасын деп.
сол жаман ойды мынаумен ұрған кезде ойлап тұр. Мынау жер ауырат қатты. Сол миға сигнал береді. Мына ой келіп еді, ауырды. Значит, ол ойды қабылдамаймыз дейді. Түсіндіңіз ба? Мынау мына жер қатты ауырады. Сразу миға тиеді. Сол кезде ол ойды ойлап тұрып айтасыз да, ұрасыз. Ойлап тұр. Мына ой керек па маған? Менің өмірім өзгерте ма? Жақсылық жасай ма маған? Жоқ, значит, осы ой маған керек жоқ. Чап, ұрас. Ол миға сигнал береді да, ми екінші ойды блок қойып тастайды, келдірмейді. Міне. Осындай несі бар. Күшті. Бір різіңкемен қағып тастауға болады. Әйтпесе ойды қадағалай алмайсыздар. Автоматически келе бере ұстай алмайсыздар. Бірақ қадағалап отырып, арасынан ұстап алып ұра берсеңіз, бір күндері жаман ойлар таусылады. Мен сияқты. Жаман ой кетіп қалған. Любой адам қарасам да жақсы жағын ойлаймын. Мына кісі жақсы, мына кісі күшті. Жауыма да айтамын, жақсы мынау. Ол жақсы болып жатыр маған. Ол күшті болып жатыр. Сондықтан өзімнің ойымды түзеу арқылы өмірімдегі жаман адамдардың өмірінде түзей алады екен. Өйткені маған ғана көрінеді ғой жаман болып. Мен біреу айтады жаман деп, мен ойлайын жаман деп, ол адам жаман болады екен маған. Сондықтан мен біреу айтса да мен оны тыңдамай, мен оны жақсы десем, ол маған жақсы қарайды екен, жақсы болады екен. Өйткені мен солай қабылдап отырмын ғой. Сондықтан сіздің қабылдауыңызға байланысты өміріңіз. Қабылдап үйреніңіздер, жаманды жақсыға айландырыңыздар. Жоқты барға айландырыңыздар, ертең сол бар болады. Ақша еш уақытта таусылмайды екен. Бітпейді, ол біздің ойымыз бітіп қалады деген нәрсемен бітіріп тастайсыздар. Таусылып қалады екен. Сондықтан миға түсінік бере бересіздер. Ақша таусылмайды. Жаман нәрсе жоқ, бәрі жақсы. Жоқ деген жоқ, бәрі бар. Барлығы бар. Әлем мен үшін. Бүткіл әлем мен үшін. Значит, барлық жаққа барам, барлық жаққа қыдырам, менің айтқаным болады, менің айтқаным жасалады. Солын бара бересіздер. Күліп аласыз да, ойды түзеп аласыз да, барасыз, істелет. Смело барыңыздар. Тексеріңіздер. Бірінші келет, обязательно қорқыныш келет. Обязательно тоқтатады. Қарамаңыздар. Сіздер бүгін түнде президент болып алыңыздар. Бітті. Ертең оңай болады қалғаны. Сондықтан күнде жақсылап бір тыныс алыңыздар. Деп келген ойды байқап, бір 10 минуттан бастаңыздар, ой қадағалауды. Отыр. Керек жоқ, ұрып тастайсыз. Әдетке айланғанда күнде бір ойдан арылып отырасыз. Бір айда жетістік басталады сізде. Керемет өмір басталады. Оған сеніңіздер. Сенбесеңіздер, тексеріп көріңіздер. Сондықтан өзіңізге сұрақ қойыңыздар. Ойдың формуласын ауыстыру. Мен істей алмаймын дегенде, мен үйреніп жатырмын. Менің қолымнан келеді ол деңіз. Осы сөзді. Қорқыныш келеді, тоқта деген. Оны біз ойлаймыз. Мен істей алмаймын, қолымнан келмейді. Менің танысым жоқ деген. Жоқ, менің қолымнан келеді. Мен үйреніп жатырмын. Ертең істеймін. Қорқамын дегенге жоқ, мен оған дайынмын. Дайынмын деңіз. Қабылдаймын қорқынышты. Дайынмын деңіз. Өзі. Қолымнан келмейді. Жоқ, менің мүмкіндігім бар. Елдің істеген мен неге істей алмаймын? Елдер жетістікке жетіп жатса, мен неге жете алмаймын? Ол да мен сияқты адам ғой. Мен сияқты миы, көзі, құлағы бар. Менде білім таяз шығады. Онда мен білім алайын. Толтырып алып істеймін. Қолымнан келеді. Жасай аламын. Айта беріңіздер. Айта беріңіздер. Білімді өзі келеді. Есікті өзі ашылады. Өз жасалып, өз істеле бастайды. Енді солай болып жатыр. Түсініңіздер.
Біздің батырлар жаумен күрескен ғой. Қорқыныш болмаған, жеңем деген, жеңген. Ал біз қазір ішкі күмәнмен күресеміз. Ішкі күмән ол біздің ой. Ойды түзейміз, бой түзеледі, тағы айтамын. Сізден басқа ешкім өзгерте алмайды. Сіз ойды өзгертесіз, өміріңіз өзгертеді. Біз көп нәрсені айтамыз, ол ой болып пайда болады. Ойлап жүріп, тағдырымызға айналады. Тағдыр ол біздің өміріміз. Сондықтан түзеу оңай. Просто ойды түзесеңіз болды екен. Қалғаны өзі түзеледі екен. Сөзді түзесеңіз болды екен. Бәрі жасалады екен. Сондықтан не істейміз? Тек қана жақсы ойлаймыз, жақсы сөйлейміз. Қолымнан келеді, істей алам. Жарайды, бүгін жасай алмадыңыз. Сорай алма, мен істей алам. Үйренем. Жасаймын, мен қолымнан келеді. Айта бересіз, істелмей ме? Айты. Бір күн істемесе, бір күн айтыңыз. 2 күн істемесе, 2 күн, ай бойы істемесе, ай бойы айтыңыз. Жасалады. Істеледі. Мимен күресесіздер, бәрін түзейсіздер. Жетістікке жету оңай, бақытты болу оңай, бай болу оңай, денсаулық түзеу оңай. Тек қана айта бересіздер. Менің денсаулығым күшті. Мен бақыттымын. Мен ұлымын. Мен данамын. Мен данышпанмын. Неге мен сіздерді мақтауды үйретіп жатырмын? Сол мақтау біреуге айтсаңыз, өзіңізге жасалады. Жақсылап жасалады. Ал ол кісінің мерейі тасиды, сізге алғыс айтады. Ол кісіде өзгеріс болады. Көмектестіңіз оған. Сіз әр сіздің жақсы сөйлегеніңіз оған жасаған жақсылығыңыз. Күлгеніңіздің өзі оған жасаған жақсылығыңыз. Ал жақсылықтың бәрі Алладан қайтады екесе сізге. Алла тағала молынан береді сонда сізге. Сол үшін күлеміз, бақытты өмір сүреміз. Күлеміз, ұзақ өмір сүреміз. Ойды түзейміз, бой түзеледі. Ойды түзейміз, өмір сүреді. Ойды түзейміз, жақсылық келеді. Ойды түзейміз, денсаулық болады. Ойды түзейміз, қуаттанамыз. Ризамын сіздерге, қуаныштымын. Міне, бүгін біздің нағыз сабағымыз ой түзейміз. Өміріміз жақсарту үшін, бақытты бай болу үшін. Қиын емес қой. Қиын емес. Миға түсінік беріңіздер. Бұл оңай екен. Давай жасайық. Давай миға айтыңыз. Давай екеуміз осы күнге дейін қайғырып келдік қой, ренжіп келдік қой. Давай енді келесіде ойынымыз басқа болсыншы. Адамдарға күліп жүрейік, махаббат сыйлайық, бақыт сыйлайық та өзіміз бармаған елге барайық. Көрмеген жерлерімізді көрейік. Мінбеген машинамыз тұрмаған үйлерде тұрайықшы енді. Сондай қызық ойын ойнайықшы деңіз миға. Ми көнеді, түсінеді, істейді. Ал маған сеніңіздер, сенбесеңіздер, өздеріңіз тексеріп көріңіздер. Рахмет сіздерге. Сәттілік, бақыт, байлық тілеймін. Жақсы, қайырлы түн. Ал бәрі сіздердің қолда. Мен үйреттім. Енді ары қаратай жасау, жету только сізге байланысты. Сіздің егаңызды жеңесіз, өміріңіз жеңілдейді. Сәттілік бәріңізге. Мен сіздер жақсы көремін. Рахмет сізге. Рахмет. Қайырлы түн. Қайырлы түн, жақсы ұйықтаңыздар. Бақытты болып жүріңіздер, болды. Басқа керек жоқ.